Сәлем баршаңызға. Бүгін біз тещин язык салатын жасайтын боламыз. Ең алдымен баклажанды жақсылап жуып, турап қоямыз. Мен екі түрлі әдіспен жасайтын болғандықтан, баклажанды біреуін дөңгелек, біреуін ұзынынан кестім. Енді баклажанның ащы дамы шығу үшін суға 15 минутқа үстінен тұз сеуіп қалдырып қоямыз. Мен баклажандарды қағаз майлыққа кептіріп алдым. Енді баклажандарды қуыруға дайындаймыз. Бірінші ұнға, сосын жұмыртқаға, сосын панировочный сухариге батырып алып дайындап қоямыз. Міне барлығы дайын қуыруға. Енді қызып тұрған майға баяу отты қуырып аламыз. Екі жағы да күймей, осындай қызарып әдемі болып қуыру керек. Бірінші салатқа мен қызанақты осылай дөңгелек етіп кесіп дайындап қойдым. Енді баклажан мен қызанақ екеуін тарелкаға кезек-кезек қоямыз. Қызанақтың үстіне тұз себеміз. Міне дәл осылай әдемілеп қойып шығамыз. Енді ортасы әдемі көріну үшін мен қиярды турап қойып қойдым. Енді бетіне майонез сеуіп шығамыз. Менікіне мән бермеңіздер, сіздер әдемі етіп жасасаңыздар болады. Енді ұзыннан кесілген баклажанды аламыз, үстіне майонезді жағамыз және де ортасына қызанақ пен қиярды қойып, осылай рулет етіп орап қойып қоямыз. Және де мен майонездің ішіне укроп пен чеснок салдым. Міне біздің салаттар дайын болды. Өздеріңіз қалауларыңызша сәндеп әсемдесеңіздер де болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Мені қолдап, тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.